Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балықты қалай тазалау керек екендігін, оны қалай оңай жолмен қуыру керек екендігін көрсетемін. Видеомнан алыстамай соңына дейін көріңіздер. Және де достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бірінші біздер балығымызды мен алдын ала тазалап жуып алдым. Онан соң барып үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Ыстық су құйып болғаннан кейін осылай ыстық су құямыз, бүкіл жеріне тигізіп жан-жағына. Сонан соң барып балығымыздың біреуін алып, қолымыздың көмегімен осылай оңай алып тастай береміз сыртындағы қабыршықтарын. Немесе пышағымыздың көмегімен де осылай қырып тастауға болады. Үстіне қайнаған ыстық су құйғаннан кейін өзі оңай осылай тез алынады. Мен 3 балығымды да осылай тез-тезден тазалап алдым. Және де осы ыстық су құйғаннан кейін оңай алынды. Ешқандай да қиын емес. Енді осы тазаланған балықтарымызды тағы бір жуып жіберіп, енді осылай басын кесіп тастаймыз. Балықтарымызды жақсылап тазалап алдық. Енді балықтың басын осылай кесіп тастаймыз. Пышағымызбен үшеуінкін де мен кесіп тастадым. Басын кесіп алып тастадық. Енді ішіндегі осындай артық заттарын алып тастаймыз. Ішіндегі өттерін, яғни байқаңыздар, өтті тесіліп кетсе, ішіндегі еті ащы болып кетеді. Сондықтан абайлап кесіп алыңыздар. Осы екі нәрсесі біздерге тесіліп кетпеу керек, немесе жаңағыдай пышақпен жыртып алмаңыздар. Енді балықтарымызды осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Балықтарымыз дайын, бөлшектерге бөліп алдық. Әрқайсысын енді үстіне тұз саламыз. Және де қара бұрыш салып, жақтарына тигізіп қолымызбен араластырамыз. Тұзымызбен жақсылап араластырып болғаннан кейін 15 минутқа қойып қойыңыздар. Сол кезде тұзымыз әдемі болып сіңеді. Менде балығымыз 10-15 минут тұрды, тұзымыз бүкіліне сіңді. Енді ұнымызға осы балықтарымызды жан-жағын тигізіп аламыз. Және де бөлек ыдысымызға алып қоя береміз. Балықтарымыз дайын, мен алдын ала майымды құйып қыздырып қойғанмын. Енді осы қызып тұрған майымызды балықтарымызды жан-жағын бірдей етіп, екі жағын қуырамыз. Майымыз біздердің қатты қызып кетпеу керек, себебі арасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан орташа отта пісіреміз. Осылай ортасын жан-жағын бірдей етіп, қып-қызыл етіп қуырамыз.
Менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін, лайк, комментарий қалдырғандарыңыз үшін рахмет. Және де сіздерге алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісемін. Балықтарымызды әдемі етіп қуырып алдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл және де оңай әрі тез болдым. Сондықтан сіздер де дәл осы рецепт бойынша көріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар.